Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз дауыссыз н мен ң тақырыбымен танысатын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты н және ң әріптерінің емлесін сақтап жазу және сөйлеу мәдениетін сақтап диалогке қатысу. Тақырыпты ашу үшін балалар, мына жұмбақты шешейік. Мұрным бар, бірақ иіс сезбеймін. Қолым бар, бірақ ұстай алмаймын. Ол не балалар? Дұрыс айтасыңдар, жауабы аң. Яғни бұл сөзде, аң деген сөзде ң әрпі кездеседі екен. 58-ші жаттығу бізге мынандай өлең берілген екен. Қарағым, оқу оқы, бос жүрме, ойынға құр қаларсың, көңіл бөлме. Жасынан оқу оқып өнер қуған, жан жетпес көңілі жүйрік кемеңгерге. Бұл өлеңнің авторы Мағжан Жұмабаев. Енді бізге тапсырма берілген екен. Қарамен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Қарамен берілген сөздер бізде ойынға және кемеңгерге. Бірінші ойынға деген сөзде айтылу жағынан ойынға деп айтып қарасақ, ң дыбысы естіледі, яғни айтылуында айырмашылық бар, жазылуында н дыбысы жазылады. Келесі кемеңгерге деген сөзде кемеңгерге деп айтып қарасақ, ң дыбысы ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Келесі 59-ші жаттығу мақалды көшіріп жаз. Дәптерімізді ашып, дәл кітаптағыдай бірінің астына бірін көшіріп жазамыз. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде. Астындағы тапсырмалар. Бірінші тапсырма н, ң дыбыстары бар сөздердің астынсыз, яғни н дыбысы бар өнері, астында да өнері деген сөз бар, және өлеңде деген осы үш сөзде кездесіп тұр. Олар сөздің қай жерінде келіп тұр? Өнері деген сөздер ортасында кездесіп тұр, ал өлеңде деген сөз ол соңында кездесіп тұр. ң дыбысы сөз басында кездесе ме? ң дыбысы сөз басында келмейді. Яғни ң дыбысының бас әрпі жоқ. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде деген мақалдың жалпы мағынасы: әркім, әр адам өзінің өнерін әртүрлі жолмен көрсетеді. Мысалы, біреу қолмен көрсетсе, мысалы кілем тоқу, бұйымдар жасау деген секілді, ал біреуі сөзбен көрсетеді, яғни өлең шығару деген секілді. Келесі 60-шы жаттығу. Суретке қара. Суретші, қобызшы, кенші, құрылысшы, ғарышкер, тәртіп сақшысы өздерінің жұмыстарына қажетті құралдарды дұрыс таңдап алды ма? Бірінші ғарышкер оттегі баллон ұстау керек. Тәртіп сақшысы ала таяқ, кенші бұрғы, құрылысшы қалақ, қобызшы қобызын және суретші қылқаламын ұстап отыру қажет. Бірінші сұрақ. Суреттегі мамандық иелері туралы не білесің? Бірінші, мысалы суретші бояумен, қылқаламен сурет салып, сұлулықты бейнелейтін адам. Қобызшы қазақтың көне аспабы қобызда күй тартып, рухани өнерді жеткізетін адам. Кенші жер астынан пайдалы қазбаларды өндіретін еңбекқор адам. Құрылысшы үйлер мен жолдар салып, адамдарға жайлы өмір сыйлайтын адам. Ғарышкер ғарышты зерттеп, жерден тыс әлемге ұшатын батыл адам. Тәртіп сақшысы елдің тыныштығын, халықтың қауіпсіздігін қорғайтын адам. Келесі сұрақ. Саған бұл мамандықтың қайсысы ұнайды, неліктен? Мысалы келтіретін болсақ, маған құрылысшы мамандығы ұнайды, өйткені құрылысшылар адамға баспана, мектеп, аурухана салып береді, олардың еңбегі қоғамға пайдалы. Немесе маған ғарышкер мамандығы ұнайды, өйткені ғарышкерлер батыл, ақылды, ел намысын қорғайды. Олар жаңа әлемді зерттеп, ғылымды дамытады. Мен де сол сияқты биікке ұшқым келеді деген секілді осындай бір-екі мысал келтіруімізге болады. Келесі сұрақ. Өзің болашақта қай мамандықты таңдар едің? Жауабыңды 2-3 сөйлеммен жаз. Мысалы, мен болашақта мұғалім болғым келеді, өйткені балаларға білім беріп, оларға дұрыс бағыт көрсету ең құрметті іс деп ойлаймын. Мұғалім болу арқылы мен елге пайда тигізгім келеді деп осындай әркім өз мамандығын, болашақта кім болғысы келетінін жазамыз. Келесі 61-ші жаттығу. Кестеде көрсетілген болашақты мамандықтар бойынша диалог құрастыр, яғни әр тақырып бойынша әр топқа диалогтар құрастырамыз. Бірінші топ. Ғарыш пойызының жол серігі. Аружан: сәлем, сенің мамандығың қандай? Айдос: мен ғарыш пойызының жол серігімін. Аружан: қандай қызық, сен жолаушыларды қайда алып барасың? Айдос: біз ғаламшарлар арасындағы сапарға шығамыз. Екінші топ. Ай кеншісі. Мерей: сен не істейсің? Ернұр: мен айда жұмыс істеймін. Мен ай кеншісімін. Мерей: вау, онда қандай кен өндіресіңдер? Ернұр: біз жаңа энергия беретін сирек металдар табамыз. Үшінші топ. Суасты қалаларының құрылысшысы. Айша: сен мамандығың қызық екен, айтып берші.
Нұржан: мен су асты қалаларының құрылысшысымын. Айша: сонда сен су астында жұмыс істейсің бе? Нұржан: иә, біз теңіз түбінде адамдарға арналған қалалар саламыз.